Жантүршігерлік кадрлар Үндістандық Чандигар қаласындағы аты аталмаған аурухананың бейнебақылау камераларына түсірілді. Аурухана қызметкерлерінің өзі не болып жатқанын түсінбей қалды. Ал видеоны көргеннен кейін олар өзара сөз таластыра бастады. Бірі оны ауруханада қайтыс болған науқастың рухы десе, енді бірі арбамен ойнағысы келген шулы елес деп есептеді. Алайда олардың арасында арбаны тек желдің салдарынан жүріп кетті деп есептейтіндер де бар. Күзетшілердің бірі болған жағдайдың желге еш қатысы жоқ екенін алға тартты. Ол арба есік алдында қозғалып жатқанда салқындықты сезгенін айтты. Кадрдан мүгедектерге арналған арбаның о баста жазық жерде жай тұрғанын көруге болады. Ол жер тіпті дөңес те емес еді. Алайда бір кезде арба әлсіз қозғалып, өздігімен жүре бастады. Кейіннен ол алаңның ортасына дейін жетіп, аурухана шыға берісіне жақындады. Арба аулаға жақындап тоқтап, бұрыла сала жолға қарай бара жатқаны камераға түсіп қалды. Бұл видеоны аурухана дәрігерлер мен медбикелері көргеннен кейін мекемеде елестердің жүретініне көздері жетті.